Ассаламу алейкум. Бұл видеода түйменің астыңғы бетін қалай таза етіп тігуге болатынын көрсететін боламын. Мінекей, мынау біздің матамыздың беті, яғни түймеміз біздің осылай орналасады. Түймеміздің орналасатын жері осы болатын болса, осы жерге инемізді қадаймыз. Ең бірінші ине кірген тесікке шығарамыз. Астарымыз біздің осындай болып шығады. Енді қалай бекітуге болады? Осы түймемізді бірнеше рет айналдырамыз. Одан кейін бір жақ шетін ашамыз. Осы жерден түйіншек жасаймыз. Мінекей, сонда біздің түймеміздің астары осындай, ешқандай түйіншексіз.